2 айдан соң Лев Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінде жасанды интеллект зертханасы ашылады. Бұл жаңалық күні кеше жоғары оқу орнында ұйымдастырылған халықаралық форумда айтылды. Демек, енді оқытушылар мен студенттер арасында жасанды интеллектінің қыр-сырын оп-оңай меңгеріп, заманауи құралдарды оқу процесінде қолдануға, сол арқылы тәжірибесін шыңдауға үлкен мүмкіндіктер болады. Ал бұдан бөлек жиында тағы бірнеше тақырып талқыланды. Жасанды интеллекттің мемлекеттік саясатты және ғылымды дамытудағы рөлі, оның қауіпсіздігі, сондай-ақ медиа саласына да әсері талқыланды. Атап өтейік, басқосуға біздің ғана емес, Еуропа елдерінің ақш пен Ресей мемлекетінің ғалымдары да қатысып пікір алмасты. Бұл форумға отандық және шетелдік ғалымдар қатысып отыр. Оның ішінде Кембридж университетінің, Петербург университетінің өкілдері қатысып отыр. Жалпы жасанды интеллекттің біздің ғылымға келгені біраз болды. Осы салада әсіресе медиадағы жасанды интеллекттің өзінің орны және алатын беретін пайдасы осы жөнінде бүгінгі форум негізгі өзекті тақырып осы болуы керек. Және осы тақырыпта қазір баяндамалар жасалған, оның ішінде шетелдік ғалымдардың онлайн баяндамалары бар, гибрид форматы өткізіліп отыр форум. Өркениетті трансформацияның негізін өзгертетін 3 технология бар. Оның біреуі кванттық есептеулер, ал екіншісі өздеріңіз білетін жасанды интеллект, ал үшінші термосинтез. Менің ойымша, осы 3 технология біріксе, бұл ғылымды да, экономиканы да өзгертіп қана қоймайды, ол бүкіл адамзаттың тұтастай өркениетін өзгертетін болады.